Сәлеметсіздер ме, жаңға жыл арнасының тыңдармандары. Өтіріктің соңы бір тұтам. Қаладағы ең сәнді мейрамхана алтын қазына. Алтын қазына рестораны. Есігін ашқаннан-ақ қонақты ерекше бір жылылық қарсы алады. Әуезді әуен баяу ойнап, залды жұмсақ әуен тербетеді. Қызметшілердің әр қимылы сыпайы, әр сөзінде ылтипат бар. Аспаздар дайындаған тағамның хош иісі залды аралап, қонақтың тәбетін ашады. Бұл жерде тек қана ас ішетін орын емес, нағыз өнердің ортасы іспеттес. Әр дәм бір тарих, әр тағам бір естелік. Мұнда тек ауқатты адамдар ғана келетін. Қызметі де, тағамы да мінсіз еді. Бір күні есіктен сәнді киінген, қолынан соңғы үлгідегі телефонын тастамайтын бір жігіт кіріп келді. Оның аты Данияр. Даниярды әлеуметтік желіде біраз адам білетін. Ол өзін бай, сымбатты, табысты қылып көрсететін. Қымбат көліктердің жанына суретке түседі, қымбат сағаттарын көрсетіп мақтанады. Кейде тіпті шетелде жүргендей фон қойып, фотошоппен жасалған суреттер салады. Ал шындығында ол қарапайым жұмысшы, пәтер жалдап тұрады. Бірақ ол үшін ең маңыздысы көзге көрінетін образ еді. Сол күні Данияр ресторанға әдейі келді. Сәлем достар, бүгін қаладағы ең қымбат жердің асын сынаймын. Бірге көрейік, шын мәнінде сапасы қандай, деп тікелей эфирді қосты. Залда отырғандардың бәрі бірден назар аударды. Өйткені камера алдында сөйлеп тұрған адам әрдайым қызығушылық тудырады. Ас үйде сол ресторанның басты аспазы Гүлмира ханым. Ол 20 жылдан бері асханада еңбек етіп келеді. Әрбір дәмді жүрекпен әзірлейді. Тазалыққа қатты мән береді. Қызметкерлер оны асхананың жүрегі деп атайды. Тағам дайындалып, Даниярға жеткізілді. Ол бірден қасықпен дәм татып көрді де, кенет қасығынан бір тал шашты көтеріп: «Масқара, мына қараңдар, ең қымбат рестораннан шаш шықты!» деп айқай салды. Залда отырғандар шулап кетті. Ал Данияр болса, телефонын қолына ала салып, батырша сөйлей бастады. «Мына ресторанның масқарасын қараңыздар, тазалық жоқ, әділдік қайда?» деп тікелей эфирде өзін әділдік үшін күрескен адам етіп көрсетті. Администратор сасқалақтап кетті. Кешіріңіз, бізде ондай болу мүмкін емес», деді. Ал аспаз әйел Гүлмираның жүрегі қарс айырылды. Өйткені ол үшін адалдығына күмән келтіру ең ауыр соққы. Бірақ администратор сабырлы болды. «Кешіріңіз, бізде бейнебақылау бар, барлығын тексерейік», деді. Барлығы экранға үңілді. Кадрда анық көрінді. Данияр тағам келген соң жан-жағына жалтақтап, қалтасынан бір тал шаш алып шығып, тамаққа өзі жайлап қойған екен. Залда күлкі жарылды. Біреулер оны мазақтап видеоға түсіріп жатты. Ал оның телефондағы тікелей эфирді мыңдаған адам көріп қойған еді. Сол сәттен бастап оның абыройы күлкіге айналды. Өтірікші блогер өзін жұлдыз қылып көрсетпек болған ғой, деген пікірлер желіні басып кетті. Оқиға сол күнмен аяқталған жоқ. Ертеңіне ақ оның жұмысына бұл әңгіме жетті. Әріптестері бетіне күліп: «Бастығы, біздің компанияның атына кір келтірдің. Осындай жалған істеген адамға сенім жоқ», деп оны жұмыстан шығарып жіберді. Достары да одан сырт айнала бастады. Біреулер қоңырауына жауап бермеді, біреулер хабарламасын оқымай қойды. Тіпті қарызға берген ақшасын қайтаруды талап етті. Ал әлеуметтік желідегі парақшасы мазаққа айналды. Әр салған жазбаны астына: «Шаш салмай жүрсің бе? Тағы бір өтірік іздеп жүрсің бе?» деген күлкілі пікірлер толып кетті. Даниярдың мақтан үшін салған жалған өмірі оп-оңай құлап, өзі жалғыз қалды. Сол кезде күндердің бірінде ол қайтадан
алтын қазына ресторанының қасынан өтіп бара жатты. Ішке кіруге ұялып, сыртта ұзақ тұрды. Ақыры батылданып, ішке кірді. Аспаз Гүлмира апай оны таныды, бірақ ашуланбады. «Балам, адам қателеседі. Бірақ өтірікке салынған адам ешқашан бақыт таппайды. Шыншыл бол, адал еңбек ет, сонда ғана қадірің болады», деді мейіріммен. Сол сөздер Даниярдың жүрегін дір еткізді. Бір сәтке ол өмірінің бос әурені, жалған абырой үшін тықыршып жүргенін түсінді. Сол күннен кейін Данияр жалған образдан бас тартып, шын мәнінде қарапайым, еңбекқор адам болуға талпына бастады. Әлеуметтік желіде өзін бай қылып көрсетудің орнына адал еңбекпен тапқанын көрсететін жаңа парақша ашты. Ал ресторандағы сол оқиға оған өмірлік сабақ болып қалды. Өйткені өтірікпен салынған бедел бір сәтте құлайды, ал адалдық қашанда тұрақты. Егер сіз бұл әңгімені соңына дейін тыңдасаңыз, лайк басып, комментария жазып кетіңіз. Міндетті түрде арнаға қосылып қойыңыз. Төменде пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Мен үшін сіздердің әрбір пікірлеріңіз өте маңызды. Оны еңбегімнің жемісі деп білемін.